Сәлем достар, бүгін мен сіздерге ИП-ның отчеттарын тапсырып болғаннан кейін налогтар шығады, иә. Сол налогтарды Каспи приложениесі арқылы қалай төлейміз. Ол штраф платежи бөліміне штраф и налоги деген жерге барамыз. Осы жерде платежи для ИП деген бар, налоги для ИП деген бар. Соны таңдаймыз. Және осы жерде өзіңіздің ИП нахождение, ИП қай жерде орналасқан, сол жердегі адресті таңдайсыз. Мысалы, Алматы деп көрсетеміз. Тип платежа выберите дейді. ИПН с доходов необлагаемого источника выплаты. Осы біріншісін таңдаймыз. Ал егер соцналог таңдайтын болсаңыз, социальный налог деген үшінші таңдаймыз. Біріншісін көрсетейін. И УГД-ны таңдайсыз. Сіздің ИП-ңыз мысалы қай жерде орналасқан, Қарасайский район болса, Қарасайский район, Алматы деп таңдадық қой біз. Алматының ішіндегі мысалы Бостандықский район деп таңдаймыз. Название организация. ИП қалай ашылған, солай таңдайсыз. Мысалы ИП Нұр Сәуле ма, Нұр Сәуле. И мына жерге ин жазасыз примерно, и суммасын жазасыз. Доходтың 3% ғой, соның 1,5% ИПН-ға, 1,5% соцналогқа. Ал максималды түрде декретке шыққан болсаңыз, сіз тек қана ИПН-ді ғана төлейсіз. Өзі отчеттан кейін шыққан сумманы төлейсіз осы жерге и к оплате деп жібересіз. Бұл ИПН-ді төлеген көрсеттім. Енді екінші соцналогты де тура осындай қылып, социальный налог деп УГД-ны таңдап, Бостандықский ма, названиесін жазып, иіңізді жазып, және қанша төлейтініңізді жазып, налогыңызды төлеп жібересіз. Видеом сіздерге пайдалы болса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылып кетуді ұмытпаңыздар. Рахмет.